Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы. Бірінші сұрағымыз біздің мәңгілік ел ұлттық идеясы, оның болашағы мен мәні деп аталады. Сіздер білесіздер, 2014 жылы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауын арнаған болатын. Ол жолдау кейін халық арасында кеңінен талқыланды. Сол жолдауда осы мәңгілік ел идеясы туралы айтқан болатын. Онда біздің тарихымыздың бастау өте тереңнен басталатындығын және бізге мемлекеттік идеяның керек болатындығы айтылған болатын. Ол идея мәңгілік ел мемлекеттік идеясы деп аталды. Онда елбасы былай деп айтқан: мен қоғамнан ұлттық идея жөнінде мәселені үнемі естимін. Енді ол идея бізде бар, ол идея мәңгілік ел идеясы деп аталады деді. Енді бұл идеяның мәні қайдан шықты, түп бастауы қайдан деген ұғымдарды біз білуіміз керек. Мәңгілік ел идеясы сонау түркі қағанаты кезінде шыққан. 732 жылы Күлтегіннің тасы құрылған кезде онда бұл түркі халқы мәңгі болсын, біздің мемлекетіміз мәңгілік болсын деп тасқа қашалып жазылған болатын. Сондықтан мәңгілік ел идеясы біздің ата-бабамыздың асыл арманы, мыңдаған жыл бойы біздің мемлекеттілігімізге түп негіз болған идея. Мәңгілік ел идеясының бастау көзіне Тоныкөк, Күлтегін, бірге қаған ескерткіштер жатады. Бұл ескерткіштерде түркі халқының бейбіт өмір сүргендігі және түркі халқының өзінің отаны мен елін қалай қорғағандығы және өзінің дүниетанымы мен салт дәстүрін, ұстанымын берік сақтағандығы жөнінде жан-жақты жазылған. 2001 жылы 18 мамырда Евразия ұлттық университетіне Монғолия даласынан Күлтегін ескерткішінің көшірмесі әкеліп қойылды. Бүгінде 18 мамыр түркі жазуы күні деп аталады. Ол көне түркі жазуын оқып үйрену біздің міндетіміз. Себебі бұнда жаңа айтып өттім, біздің тарихымыздың түп негізі, бастауы жатыр. Ата-бабаларымыз елдің бір тұтастығын, елдің бейбітшілігін және халықтың әл-ауқатының, экономикасының жоғары болуын үнемі армандаған және соған қызмет еткен. 2017 жылы 12 сәуірде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында 6 басым стратегиялық бағыт айқындалған. Онда бірінші стратегиялық бағыт бәсекелестік қабілет дейді. Яғни онда бүгінде біздің бәсекелестікке төтеп беруіміз, Қазақстанның білім мен инновациялық технологияда бәсекелестікке төтеп беру мәселесі кеңінен қаралады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында 5-ші бағыт ретінде Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық даму жолымен жүру керектігін айтқан болатын. Онда елбасы 20 ғасырдың басында Қазақстанда революциялардың болғандығы, революциялар қоғамдық дамудың түп негізін мүлде басқа жолмен дамытқандығын айтады. Бірақ осы революциялар Қазақстанға зор өзгерістерді, адам шығынын, қоғамдық сананың күйреуіне алып келгендігі жөнінде де айтады. Яғни бұл жерде адам шығында болды. Бірақ енді 20 ғасырда табыстар да болды. Ол индустрияландыру, ғылым білімнің дамуы, ғарыш технологиясын игеру сияқты мәселелерді айтуымыз керек. Бүгінде Қазақстанға революциялық емес,
эволюциялық дамудың қажеттілігі айтылады. Эволюциялық даму дегеніміз табиғи түрде халықтың өз пікірін дамытуы және біртіндеп экономикалық, технологиялық өзгерістерді жүзеге асыру деп аталады. Сондықтан бүгінге Қазақстанға бірден бір керек осы эволюциялық жол. Алтыншы бағыт сананың ашықтығы. Сананың ашықтығы дегеніміз бұл өзіміздің бәсекеге қабілетті болуымыз жаңағы. Яғни біз басқа ортамен, қоғаммен дұрыс байланыс жасай білуіміз керек. Және біз әлемдік қауымдастықта болып жатқан жаңалықтардан, өзгерістерден де хабардар болуымыз керек. Мысалы үшін бүгін қоғам ағылшын тіліне зор назар аударып отыр. Бүгінде латын әліпбиі әлемде барлық немесе көп халықтардың қолданатын әліпбиі. Латын әліпбиі бұл компьютердің, ғылым мен технологияның, инновацияның әліпбиі. Егер біз біртіндеп латын әліпбиіне көшсек, біз өзіміздің ұлттық бірегейлігімізді сақтаймыз және өндірістік технологияда, өнеркәсіптік ғылыми техникалық жаңалықтарды енгізуде көптеген жаңалықтарға қол жеткіземіз. Елбасы осы рухани жаңғыру мақаласының нәтижесінде 100 жаңа оқулықты қазақ тіліне аудару мәселесін айтты. Ол 100 жаңа оқулық дегеніміз не? Әлемнің ең үздік өнертапқыштары мен жазушылары жазған, ағылшын тілінде жазылған 100 жаңа оқулықты қазақ тіліне аудару мәселесі көтерілді. Бүгінде Қазақстанда ұлттық аударма бюросы жұмыс жасап жатыр. Ұлттық аударма бюросында әлемнің ең үздік кітаптары қазақ тіліне аударылып жатыр. Ал 20 ғасырдың басында біз екінші индустриалдық революцияға келдік. Ол темір жолдардың салынуы, ірі завод фабрикалардың салынуы, Қазақстандағы индустрияландыру, оны біздің ата-бабаларымыз басынан кешті. Ал үшінші өнеркәсіптік революция ол 1960-1990 жылдар болды. Міне 2000 жылдан бастап біз төртінші индустриалдық революцияға көштік. Міне осы еңбектер қазақша аударылды. Сонымен қоса тарих, философия, экономика, заң салалары бойынша бүгінде 100 жаңа оқулық аударылып, университеттерге беріліп, жаңа оқытушы профессор құрамының оқу әдістемелік құрал ретінде оқу процесіне кеңінен қолданып жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде біз қасиетті Қазақстан, киелі Қазақстанның географиясы жобасын жүзеге асырып отырмыз. Бүгінде Қазақстанның тарихи, мәдени ескерткіштер толық зерттелді. Мысал үшін, Қарағанды облысында Ұлытау аймағын білесіздер. Ұлытау аймағында Алаша хан, Жошы хан, Домбауыл, Едіге шыңы, Хан ордасы сияқты тағы басқа киелі орындар бар. Бұл орындардағы тарихи мәдени ескерткіштер толық жаңартылған. Болашақта осы аймаққа туристерді тарту мәселесі қарастырылып жатыр. Сол сияқты Батыс Қазақстанда, Солтүстік Қазақстандағы киелі орындардың барлығы бүгінде толық қалпына келтіру жұмыстарын басынан кешіп жатыр. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында елбасы Қазақстан халқының бірегейлігін сақтау, қазақ халқының әлемдік тарихтағы өз орнын жақсы білуі және халқымыздың мәдени рухани байлығын толық зерттеп, оны зерделеп, бүгінгі ұрпаққа ұсына білу мәселелері кеңінен айтылады. 2018 жылы 21 қарашада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың 7 қыры» атты мақаласы жарық көрді.
Бұл мақала 2017 жылы жарық көрген болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының жалғасы ретінде дүниеге келген еді. Онда біздің әлемдік қауымдастықтан, әлемдік өркениеттен қазақ халқының өз орнын анықтауға және біздің ұлттық бірегейлігіміз бен тарихымызды әрі қарай дамытуға байланысты зор маңызы бар мәселелер айтылған болатын. Онда біздің тарихи бастауымыздың өте тереңде екендігін, Қазақстан жерінде болған мемлекеттердің бүгінгі тәуелсіз Қазақстан Республикасының негізі бастау болып табылатынын айтқан. Мысалы, елбасы айтады, Рим империясының тарихына бүгінде итальяндықтар иелік етеді. Итальяндықтар өздерінің тарихын сонау Рим империясынан бастайды дейді. Сол сияқты Қытай, Үндістан халықтары да өзінің тарихын сонау ежелгі Қытай, ежелгі үнді тарихымен байланыстырады. Сол сияқты Қазақстан жеріндегі мемлекеттер мен елдердің тарихы қазақ тарихының тұтас бөлігі болып саналатындығын айтады. Онда ұлы даланың бірінші қыры бұл атқа міну мәдениеті дейді. Яғни жылқыны адам баласы бірінші қолға үйреткен екен. Соның мысалы ұлы даланың жеті қыры мақаласында бірінші қыр ретінде атқа міну мәдениеті айтылады. Онда жылқыны қазақ даласындағы ата бабаларымыз бірінші болып қолға үйреткендігі айтылады. Сонымен қоса жылқыны қолға үйреткен ата бабаларымыз салт атты жауынгер болып әлемнің кеңістігін зор қарқынмен игерген дейді. Дөңгелекті арбаның пайда болуы асу белдерден, өзендерден өтуге мүмкіншілік жасады. Сондықтан Евразияның кең даласын біздің ата-бабаларымыз еркін меңгерді дейді. Ту ұстаған салт атты сарбаздардың бейнесі осы ерте темір дәуірінің символы болған дейді. Екінші қыры бұл қазақ даласындағы ежелгі металлургия дейді. Қазақ даласында, орталықта, шығыс Қазақстанда, осы орталық Ұлытау аймағында ежелгі металлургиялық кендердің ошағы болған дейді. Осы аймақта металлургтардың қоныстары болған, тұтас металлургтер әулеті орналасқан қалалар болған дейді. Қазақстан жерінен металл өнімдері өңделіп, әлемнің басқа елдеріне экспортталғандығы жөнінде айтылады. Құрметті студенттер, осымен біз ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы деген лекциямызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.